Ассаламуалейкум достар. Өткен жолғы соңғы видеоларымның бірі дофаминовая яма туралы видеом жақсы қаралым жинаған екен. YouTube продвижение жасапты. Мен үшін өте бір күтпеген қуанышты жағдай болды. Бүгін сол тақырыпты жалғастырайын деп шештім. Комментарийден көп адамды осы телефонға тәуелділік мәселесі алаңдатқанын байқадым. Бүгінгі күндегі өте ауыр мәселе ғой негізі. Телефонға уведомление келеді, оны ашамыз, сөйтіп бір қарасақ жарты сағатымыз кетіп қалған. И өкініштісі бір күнде біз сондай бірнеше уведомление ашып, қанша сағаттарымызды кетіріп жатырмыз. Бүгінгі видеода біз осы телефонға неге сонша тәуелді болып қалдық? Бұл ақылды технология біздің өмірімізді еш ақысыз қалай ұрлап жатыр? Сол уақытымызды, өмірімізді қалай қайтарамыз? Сол туралы болмақ. Егер де уақытың, өмірің сен үшін құнды, қымбат болатын болса, онда осы видеоны толық қарап шығуға кеңес берем, пайдалы ақпараттармен бөлісетін боламын. Бүгінгі таңда ең көп дофамин стимулятор ол біздің телефонымыз, соның ішіндегі әлеуметтік желілер үлкен әдетке айналып кеткен ғой. Жалпы әдеттің циклы қалай жүзеге асады? Белгілі бір сигнал немесе триггер жұмыс жасайды миымызда, одан кейін сол әдетті әрекетімізді жасаймыз. Сосын одан сыйақы аламыз. Яғни осы цикл қайталана береді да үнемі. Ал телефонға келетін болсақ, телефондағы триггер ол уведомление, яғни белгілі бір хабарлама келетін болса, немесе телефонымыз бір дыбыс шығаратын болса, бірден не істейміз? Телефонды ашамыз, және бұл ашпастан бұрын дофаминовая вспышка туады. Іштегі қызығушылығымыз оятып тұрады. Кім жазды екен, не жазды екен деген секілді. Ал бұл алдыңғы видеода айтқандай арзан, сапасыз дофамин бөледі. Яғни біз ол ләззатты ешқандай күтусіз сол сәтте моментально аламыз. Телефонды ашамызда бірден вознаграждение, сыйақы кете береді. Ал оның нәтижесінде телефонды қойғаннан кейін біз терең шұңқырға, ямаға түсеміз. Күйзеліс сезімі туады. Неге? Себебі біз былайша айтқанда қажетсіз нәрсемен айналыстық. Соны біз сезінеміз ғой телефонды қойған кезде. Сол кезде күйзеліс пайда болады. Бұл әлбетте біздерге тәуелділікті алып келеді. Себебі біз күш-жігер жұмсап, уақытымызды кетіріп, сыйақы алғанша, одан да бірден осылай телефонды аша салып, уақытша ләззатты ала салғанымыз жеңілірек. Сол үшін де бұл телефон қол жетімді болғаннан кейін, өте жылдам дофамин беретін болғаннан кейін де біз оған тәуелдіміз, өкінішке қарай. Және осы әдет бізде қалай қалыптасты? Әрбір ішіміз пысқан сайын осы телефонды қолға ала берсек, белгілі бір күйзеліс күйін кешкен кезде қайтадан телефонды ала берсек, бұл мида осы рефлекс, жалпы осы нейрондық байланыстар, осы рефлекс беки береді. Яғни әрбір сен стресс күйінде болған сайын, ішің пысқан сайын бірден телефон аласың. Бірден телефон жүгіресің. Болды. Бұл байланыс қатты бекіп қалғанда бізде. Енді мида тыныштық жоқ, былайша айтқанда. Бұл енді психологиялық себеп болатын болса, енді сыртқы себепке тоқталсақ, алып компаниялар, ірі компаниялар, олар біздің назарымызды барынша сақтап қалу үшін күн сайын миллиондаған, миллиардтаған ақшалар жұмсауда. Күн сайын тынымсыз жұмыс істеуде. Жаңа бір фишкалар, жаңа бір ерекшеліктер, түрлі трендтер ойлап табуда. Біздің осы назарымызды телефонда сақтап қалу үшін. Яғни біздің телефонымыз, оның ішіндегі бағдарламалар біздің назарымызды барынша ұстап қалуға программаланған. Соның артында қаншама команда жұмыс істейді, қаншама аналитиктер жұмыс істейді. Әлеуметтік желі жеке сіздің қызығушылығыңызға қарай бағытталған. Сіз реакция беретін, сіз қызығатын контентті ұсынады. Сіздің даусыңыз жазылады, реклама, жарнамаға сіз қызығатын дүниелер шығады. Мүлде баса алмау керексіз ғой, былайша айтқанда телефоннан. Сосын мысалы әлеуметтік желіге кіретін болсаңыз, infinite scroll дейді. Яғни шексіз түбі жоқ. Скролл ете бересіз, видеолардың бірінен соң бір кете береді.
түбіне жете алмайсыз. Ал ми оның шегін көрмегеннен кейін өзінің ізденіс режимінде тоқтатпайды да, кете береді, бір түбіне жететін адам секілді. Мысалы Netflix, Кинопоиск секілді кинопорталдарда келесі видеоның трейлері субтитр шықпастан бұрын басталып кетеді. Сіздің назарыңызды ұстап қалу үшін, сіз тоқтап ойланып үлгермес үшін осы нәрсені қолданады. Егер сен өнімге төлемесең, онда өнімнің өзі ол сенсің дегенде сөз бар. Шынымен біз тегін қолданып жатырмыз ғой бұл әлеуметтік желілерді. Яғни ол жердегі басты өнім біз. Ал олар неліктен дамып жатыр? Себебі біздің бар назарымыз сол жерде. Егер де біз сол әлеуметтік желілерге кіруді тоқтатсақ, онда ол компаниялар баяғыда банкрот болып жабылып қалар еді. Ал адамдар сол жерде отырғандықтан олар да дамып әрі қарай өсіп жатыр. Яғни қазіргі кездегі барлық осы әлеуметтік желіні құрастырған компаниялар, солардың иелері өзара адамдардың назарына барынша бәсекелесуде. Барынша бізді сол жерде ұстап қалу үшін. Сол үшін осыны ескеруіміз керек. Осыны біліп жүруіміз керек. Әрбір сол нені қолданған сайын бұлар менің уақытымды, өмірімді ұрлап жатыр. Сол үшін тынбай жұмыс істеп жатыр деген нәрсені біз естен шығармауымыз керек. Оларға сіздің өміріңіз, сіздің дамуыңыз, өмірде белгілі бір жетістікке жетуіңіз қызық емес. Оларға тек өздерінің саясатын, өздерінің стратегияларын, өздерінің жоспарларын жүзеге асыру. Бұл теріс жағынан да ниеттері үлкен, күшті екенін сіздер ұмытпауымыз керекпіз. Енді бұл әлеуметтік желінің әрине жақсы жақтары да бар ғой. Адам жұмысын қазір оңтайландырды, клиент табады, онлайн жұмыс істейді деген секілді. Ол енді жақсы жағын онсыз да адамдар біліп қолданып жатыр. Бірақ өкінішке қарай зиянды жағы қазір көбірек әсерін тигізіп жатыр. Енді бұл телефонға соншалықты тәуелді болу несімен зиян? Алдымен статистикаға сүйенетін болсақ, адам орта есеппен өзінің телефонын 100 реттен артық ашады екен. Орта есеппен. Енді өздеріңіз тексеріп көрсеңіздер болады. Статистика бар әрбір телефонда. Және біз күніне кемінде 5 сағат қолданамыз. Ол бір жылда 76 күн екен. Енді 5 сағат ішінде әрине белгілі бір минуттарын дейікші, жұмыс істеуге қолданатын шығарсыз, бірақ қалған уақыты былайша айтқанда зая кетіп жатыр. Егер сізде енді бұл көрсеткіштен аз болса, онда құттықтаймын, сіз әлі телефонға тәуелді емессіз. Тәуелді болмай-ақ та қойыңыз. Енді біздерге қай жағдан теріс әсер етеді? Ең алдымен фокусымызды, энергиямызды, зейінімізді, концентрациямызды ұрлайды екен. Біздің менталды психикалық күйімізге әсер етеді. Үнемі осы бір істен екінші іске ауыса беру, ол жалпы адамның назарына, фокусына өте теріс әсер етеді. Яғни сіз тез шаршап қала беретін боласыз. Бір нәрсеге ұзақ уақыт концентрация бере алмайсыз. Бір істен екінші іске ауыса бересіз. Мысалы, сіз енді ғана кітап оқуға отырасыз, телефоныңыз вибрация бере ма, бірден назарыңыз сол жаққа ауып кетеді. Қайтадан кітапқа кіру, қайтадан фокусты осында бөлу қиын болады уже сізге. Яғни ми тыныштық таппайды, былайша айтқанда. Бір нәрседен екінші нәрсеге ауыса береді. Бұл біздің тез шаршауымызға алып келеді. Особо еш нәрсе бітірмедік, бірақ шаршап тұрамыз. Себебі телефонның ішіне кірсең де, сен бір істен екіншісіне ауыса бересің. WhatsApp-қа кіресің, Instagram-ға кіресің, YouTube-қа кіресің деген сияқты. Әрбір хабарлама келген сайын соны басып кете бересің болды. Бұл біздің осы зейініміздің, концентрациямыздың, есте сақтау қабілетіміздің бәрін нашарлап төмендей беруіне алып келе береді. Және мысалы кітап оқыған кезде де телефонды тіпті басқа жерге қойып қойған өзінде тыныш оқи алмайтын жағдайға жеткенбіз ғой біз қазір. Тыныш оқи алмаймыз, тыныш телефонсыз далада жүре алмаймыз. Далаға қараған кезде де біз смартфонға қалай телефонға түсіреміз, соның көзімен қарайтын күйге жеткенбіз қазір. Өзіміздің көзімізбен айналаны көріп тамсанудан қалғанбыз. Және де біз терең
фокусқа кіре алмаймыз осының кесірінен. Себебі процесс тым ұзақ болып көрінеді, тым қызықсыз болып көрінеді. Соның кесірінен қазір көп адамдарда байқалатын нәрсе бір саладан екінші салаға ауыса беру, бір қызығушылықтан екінші қызығушылыққа ауыса беру, яғни бір нәрсенің соңына дейін жеткізе алмайды. Неге? Себебі ұзақ уақыт назар сақтай алмайды. Телефон бізді соған үйретіп тастады, клиповый мышлениеға үйретіп тастады, қысқа контентке үйретіп тастады. Барынша мысалы 1 сағаттық лекцияларыңды 15 секундтан кезінде 1 минутқа қысқартты, одан кейін қазір 15 секундқа қысқартып жатыр. Оның өзі қазір ұзақ болып кетіп жатыр да бізге. Қандай ауыр салдары бар оның. Сосын тағы бір минусы ол біз телефонды көп қолданған сайын, әлеуметтік желіге көп кірген сайын стресске көп түсеміз. Неге? Себебі біз ол жерде басқа адамдарды көреміз ғой. Басқа адамдардың өмірін көру үшін кіреміз да. Солардың өмірін көріп стресске түсеміз. Мыналар қалай күшті өмір сүріп жатыр, оның қасында менің өмірім жаман ғой деген секілді салыстыра бастаймыз. Үнемі салыстырамыз, өзімізде нәтижесінде сенімсіздік пайда болады. Осы өзіміздің күйімізге, халімізге шүкірсіздік пайда болады. Және де адамдармен қарым-қатынас да нашарлай береді екен. Мысалы, MIT профессоры Шерри Таркл деген кісі зерттеу жүргізген екен, және осы телефонның кесірінен біздің эмпатиямыз төмендеп кеткенін дәлелдеген екен. Эмпатия төмендесе біз өзіміздің сұхбаттасымызды нашар түсіне бастаймыз, оның эмоциясын сезінбейміз, сезімталдығымыз төмендейді, және де әңгімеміз де поверхностный да, терең тақырыптарда әңгімелесе алмаймыз. Тағы бір зияны бұл телефон жарығы, экранның жарығы мелатонин гормонының бөлуіне кедергі болады, яғни ұйқы гормонына. Ұйықтаған кезде телефон қолданатын болсаңыз, ол ұйқысыздыққа алып келеді. Тіпті кейбір түндер болады, телефонға кірсеңіз, таң атқанға дейін қарайтын кездерде болған шығар енді әркімде. Осы телефонның зиянынан. Ол ұйқы режимін бұзылады, сәйкесінше денсаулығымыз да бұзылады, ұйқысыздық көбейеді, кеш жатамыз, кеш тұрамыз, мең-зең болып тұрамыз. Осының барлығы телефонның зияндығының салдары. Енді телефонның теріс жағының салдарын көрдік. Шешімі қандай деген сұрақ туындап отырған шығар баршаңызда. Біз енді шешімін айтпастан бұрын мынандай нәрсені ұғыну керек. Көп жағдайда бірден шешімін біз білгіміз келіп тұрады да. Бірден жауабын білгіміз келіп тұрады. Қалай екен деген секілді. Бірақ сол алдыңғы процесті ұмытып кетеміз. Алдыңғы процесс сұрақты дұрыс қоя білу, сол мәселені, проблеманы мойындау, оны сезіне білу, жете түсіну, яғни осознавать ету. Осы нәрсе бірінші этапта болады, шешіміне келместен бұрын. Егер де біз осыны дұрыс өткерсек, осыны дұрыс түсініп алатын болсақ, онда шешімі өзінен өзі келеді. Тіпті мысалы ChatGPT-ға кірген кезде де бізге, Google-ға кірген кезде де немесе бірден шешімі керек та бізге мәселені. Ол бірден дайын шешім бергеннен сізге уақытша әсер береді. Уақытша әсер береді. Бір шешімді алып қолдануыңыз мүмкін, кейін тастап кетесіз. Неге? Себебі сіз оны дұрыс толық жете түсінбедіңіз, толық осознавать етпедіңіз әлі. Яғни біздің әрекеттеріміз, бұл енді телефон қолдану жаман әдет дедік қой. Бұл әрекет автоматизмге айналып кеткен ғой. Ал автоматизм болған кезде сана қосылмайды. Яғни сознание начинается там, где заканчивается автоматизм деген нәрсе бар. Яғни шешіміне жетпестен бұрын ең алғашқы қадамды біз аттап кетпейік. Алғашқы қадам осы сіздің телефонға тәуелді екеніңізді өзіңіз мойындаңыз. Мойындамасаңыз, статистикаға кіріп қарасаңыз, сол жер өзі сөйлеп береді сізге. Қанша сағат күніне қолданып жүрсіз, қанша уақытыңыз кетіп жатыр деген секілді. Соны ойланып, салдарын түсініп, маған қарсы қандай батыстың компаниялары жұмыс істеп жатқанын сезініп, уақытыңыздың зая кеткеніне өкініп, соны өз басыңыздан өткерсеңіз ғана шешімін жасау, шешіміне қадам басу оңай болады.
Енді телефонды біз жаман әдет дедік, ал әдет дегеніміз шәкәрім атамыз айтқандай, сөзіңді түсе әдетің айналады, әдетіңді түзе мінезің айналады, мінезің сенің тағдырың деген. Енді әдетті біз тастап кете алмаймыз, әдетті біз алмастыра аламыз. Сол тиімді жол. Яғни біз жаман әдет па, бұны жақсы әдетке алмастыру керек. Себебі біз қатты айтқанда өмірде әдеттің құлымыз айналып келгенде. Енді жаман әдеттің емес, жақсы әдеттердің құлы болу керек. Сонда өміріміз әдеттерден құралады ғой. Сонда өмірімізді дұрыс сүрген боламыз. Енді шешімдеріне келейік. Көптен күткен бұл практикалық кеңестер, қолдану керек нәрселер. Ең алдымен бағана телефондағы уақытты айттық қой. Соны енді азайту керек. Мысалы 5 сағат болатын болса, күніне 4-3 деген секілді ақырын қысқартсаңыз болады. Сосын digital detox жасау керек. Digital fasting дейді немесе. Яғни арасында үзіп тұру керек. Мысалы бір күн демалыс күндері толық интернетсіз телефоныңызды өшіріп тастайсыз интернетті. Немесе күн сайын 1 сағат, 2 сағат, немесе 3 сағат авиарежимде қолданасыз телефонды. Авиарежимге қойып қоясыз, болды. Осыған әдеттенесіз. Сосын хабарламаны уведомлениені толық өшіріп тастау керек. Қажетсіз қосымшаларды өшіріп тастау керек. Мүлде кірмейтін, керек емес. Мысалы мен жақында почта Mail.ru соның хабарламасын өшіріп тастадым. Басында қорқып едім, маңызды құжаттарды жіберіп алам ба деп. Бірақ шын керек, қазір айына 1-ақ рет кіретін шығармын. Егер кірсем, қажет кезде ғана кірем. Сонда мысалы тексеретін болсам, аса бір маңызды нәрсе келмеген, еш нәрседен құр қалмаған. Ал алдында уведомление қосылып тұрған кезде ол келіп, мысалы, үнемі назарымды ұрлайтын еді. Кіргім келіп, жаңа хаттарды оқығым келіп тұратын. Енді тағы бір жолы ол әлеуметтік желілерді өшіру, немесе лимитке қою. Менде мысалы Instagram 0 минут лимитте тұр. Бірақ керек кезде, мысалы бір ақпарат іздеу керек кезде мен 5 минутқа қосам да уақытта, сөйтіп кіріп қараймын, немесе компьютерден қараймын. И сол нәрсе маған жеке өзіме осы Инстаграмға деген тәуелділіктен құтылуға көмектесті. Бізде уайым болады, мысалы, Инстаграмға кірмесем, WhatsApp статустарды қарамасам, жаңалықтардан құр қалып қалам ғой деген секілді. Жоқ, оны уайымдамаңыз. Себебі Алла тағала сізге керек нәрсені онсыз да естіртеді. Оны шын айтамын, өз басымнан өткен нәрсе. Маңызды ақпаратты сізге интернет болмаса да адамдар, қасыңыздағы адамдар жеткізеді. Ешқандай жаңалықтан құр қалмайсыз. Тіпті жаңалық қарамай кетсеңіз де еш нәрседен құр қалмайсыз. Сол үшін бас тарту керек. Тағы бір жолы ол телефонда черно-белый режим, яғни түссіз режимге қойып қолдану. Бұл енді біздің особо қызығушылығымызды оятпайды да, ары қарай қолдануға. Жақсы, тиімді. Әсіресе жатар алдын, кешкі 6-тан бастап черно-белый режимге қойсаңыздар болады. Сосын күнделікті кіріп жүрген үйреншікті әдетті приложениялар тұрады ғой. Солардың орындарын ауыстырып тастау керек, немесе главный экраннан алып тастап, тығып өшіріп тастау керек. Тек қандай поискпен ғана табатындай болу керек та. Сол кезде басқа жерде тұрған кезде сен кішкене ойланасың. Автоматизммен кіре бермейсің да уже. Тағы бір кеңес ол телефонды жұмыс істеген кезде басқа бөлмеге қою. Өте пайдалы нәрсе бұл. Шынымен адам себебі отырған орыннан тұруға ерінеді көп жағдайда. Сол үшін телефонды басқа жерге үнсіз қойып қоятын болсаңыз, кішкене арасында жұмыс істеуге фокусыңыз көбірек пайда болады. Сол фокус қабілетін жақсартуға мүмкіншілік бұл. Және міндетті ереже осыны енгізіңіздер өмірлеріңізге. Жатардан алдын және жатардан тұрғаннан кейін 30 минут телефон қолданбау. 30 минут телефон қолданбау.
бұл сіздің сапалы ұйықтауыңызға көмектеседі, және тұрғаннан кейін де күніңізге жақсы настрой жасауға көмектеседі. Және телефонды енді алмастыру керек, барынша қарапайым ақпарат іздеу құралдарына көшу керек. Мысалы, жаңалық оқығыңыз келсе, газет алып оқыңыз, кітап оқыңыз. Ақпарат іздеген кезде де, мысалы, кітаптағы сөздер түсініксіз болса, кәдімгі сөздікті қолданыңыз. Осы нәрсе жалпы жандандыру керек. Бұл технология түбі құрдымға келетін нәрсе. Енді ойланып зерделеген адамға ше. Себебі бұның пайдасына қарағанда зияны көбірек. Сосын мысалы блокнот қолдануға болады. Қарапайым жазу. iPad, компьютердің орнына ше. Кәдімгі қарапайым жазу, бұл енді мидағы нейрондық байланыстарды күшейтеді. Пайдасы көп жалпы. Ғылыми зерттеулерде көп қой ол. Адам мысалы қолмен жазғаны жақсырақ екенін дәлелдеген. Сосын жиі серуендеуге шығу керек. Табиғатпен оңаша қалу керек. Біз Алланың жаратылысымыз. Сол үшін біз табиғатқа жақынбыз. Табиғатқа, күнге, ауаға, ағашқа, су, тауға деген секілді. Сол жерде көп уақыт өткізуіміз керек. Жиі серуендеуіміз керек. Серуендеген кезде телефонсыз мүлде. Енді бұл радикальный способтар ғой. Телефонсыз ешқандай подкаст тыңдамай, музыка тыңдамай, еш нәрсесіз. Просто қарапайым далаға шығасың. Жаратылыстармен қаласың да өзің. Жан жақтан назар салып, көкірек көзіңмен қарап, ойланып, тәфәккүр етіп, әр нәрседе, әр жаратылыстың артында жаратушыны танып, өзіңнің жалпы алғашқы болмысың, жаратылғандағы болмысың қандай болды, соған ұмтылып дегендей. Мына телефон болып бізді алыстатып жатыр сол нәрседен. Перде қойып жатыр да, перде. Сол пердеден енді арылу керек біздерге. Ол үшін айтқандай, сол табиғатта көп жүруіміз керек. Сосын тағы бір кеңес, ол ештеңе істемей бір орында отырып үйрену. Ішіміз пысқанға дейін кәдімгі. Біз сондай бір күйге жеткенбіз, бір орында отыра алмаймыз. Еш нәрсе істемей. 20 минут мысалы бүйтіп. Құр ойланбай, или ойланып, бірақ еш нәрсе істемей, телефонды қолға алмай отыра аламыз ба? Вот осыны қолдану керек. Сол кезде біз араны үзген кезде түсінеміз де қаншалықты байланып қалғанымызды телефонға. Себебі сол сәтте біз іздеп тұратын боламыз телефонымызды. Енді бұл мәселе өте ауыр екенін түсіну керек біздерге. Салдары да ауыр екенін түсінуіміз керек. Өз өмірімізді қазірден бастап қолымызға алмасақ, бір сәтте өздігінен түзеліп кететін нәрсе емес. Бұл әрі қарай тәуелдігіміз арта бермесе кемімейді. Сол үшін жаңа айтқан осы кеңестерді қолдануға кеңес беремін сіздерге. Тағы да қайталаймын, жаман әдетті жақсы әдетке алмастыру керек. Енді телефоннан арылдым екен деп телевизор қосып, сериал қарап, соған кірмей, бәлкім сол уақытымызды мән мағыналы істерге толтыруымыз керек. Көбірек зікір етіп, оңаша қалған кезде тәфәккүр етіп, Құран оқып, кітап оқып, адамдармен араласып, үйіне барып, қонаққа барып, сондай сапалы дофамин әкелетін әрекеттерді жасауымыз керек. Оның нәтижесін сіздер білесіздер. Өзіңе деген ризашылық, айналаңа деген ризашылық, көңілің толу жалпы, өзіңе деген сенімділігің артады. Жақсы көп қой. Осы біздің енді әуелде жаратылған болмысымызға қайтуымыз керек. Енді біздің таңдау ғана қалды. Осы ірі компаниялардың қармағына ілініп, солардың өнімі боламыз ба, жоқ әлде өз өмірімізді бүгіннен қолға алып, уақытымызды өз назарымызға аламыз ба? Видео пайдалы болды деген үміттемін, сіздер үшін тырыстым. Енді осы телефонға деген тәуелділіктен арылу үшін қандай қадамдардан бастайсыз?
соны комментарийде бөлісіп кетсеңіздер, өзгелер де көріп шабыт алсын. Назарларыңызға рахмет.